Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз теріс бата. Соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Қыс қақаған аязда далада жүру мүмкін емес. Ол жылдары қыс айларында жиі боран болып, малдың қырылуы, жоғалуы, онан қалды бау кеспелердің ұрлауы, аш отырған халықтың жағдайын одан әрі нашарлатып жіберді. Аш отырған Ғанидың отбасы ғана емес, бұл ауылдың көбі сол күйді кешіп отыр. Боран қатты болып, малға жұт келді. Ғани байдың неше жылғы малшысы. Иә, бұл ауылда тек қана мал бағумен ғана күн көреді. Ол жылдары шыны керек, ауыл деген оншақты үйдің басы қосылса, ауыл деп атайтын. Жаз шыға, міндетті түрде жайлауға көшеді. Ғанидың ұл қызы аралас 6 баласы бар. Жоқшылықта өмір сүрсе де, бұл отбасындағы көрініс сол кездегі қазақтарға таныс жағдай. Әрбір қазақ ол заманда жоқшылыққа шыдамай Қытайға, Өзбекстанға көшіп кетіп жатты. Туған жерін тастағысы келмейтін, әрі ұрпағының басқа елде өмір сүргенін қаламайтын әке, лашығында қара сумен қорек еткеніне шүкіршілік етіп жүрді. Әйелі күнде миын жеп, көшіп кетуге қанша көндірсе де, Ғанидың намысы жібермей-ақ қойды. Ғанидың бір туған інісі әлде қашан Өзбекстанға көшіп кеткен, ал Ғани елден көшкен қазақтарға ашулана қарайтын. Қайтсын енді, аштықтан, көз алдында балалары көктей солып жатса, шарасыздан кетуге мәжбүр болған халықты бірі түсінсе, бірі түсінбеді. Ал мынау жұттан қырылған малды бай ашуланып Ғаниға төлеуді бұйырды. Ашкөздіктен Ғанидың жинаған тышқақ лағына дейін тартып алған байдың көздері байлықтан соқыр болған. Ауыл жұрты соның малы көп болғандықтан сыйлайды. Ал бұл бай сол сыйлағанды көтере алмайтын надан еді. Қанша баласымен аш қалған Ғанидың жағдайы ешкімге қызық емес. Байғұс әйелі балаларына тамақ жасадым деп, қара суды қазанға тарсылдата, оның ішіне ескі малдың терісін қайнатып әуре. Қарындары ашқан балалары тамақты күте-күте ұйқыға кететін. Негізінде ол тамақ емес еді. Анасы балаларын осылайша алдайтын. Ғани болса, байдың адамдарынан таяқ жеп, қабырғасы сынған күйі төсек тартып қалды. Таңнан кешке дейін тамақ іздейтін әйелі құр келетін. Осынша адал жұмыс жасаған Ғани түн ортасында сүйретіле байдың қозысын ұрлап әкелді. Қабырғасы сынған Ғани қанша күн жатса да ауруына шыдап, балалары көз алдында аштықтан жылағанына шыдамай, өзі қызмет еткен байдың үйіне ұрлыққа түскен еді. Бар арманы балаларының қарны бір тойса деген ойы. Түнделетіп әкелген қозыны сойып, етін қазанға салған ананың қуанышы қойнына сыймай жүр. Дәмді еттің иісі мұрындарын жарған байғұс балалар ұйқысынан оянып, бір-бірлерін құшақтай тамақ жейтіндеріне қуанып жатты. Сағат таңғы 4-тің шамасы жас қозының еті әп-сәтте былбырап пісіп, неше күн тамақтың дәмін көрмеген балалар тоя ауқаттанып алып, әкесін құшақтай, беттеріне қан жүгірген балалардың жүздері шаттыққа бөленіп, тәтті ұйқыға кеткен еді. Тәтті ұйқыдағы періштелердің ұйқысын бұзған байдың шоқпарлары көне лашықтың есігін теуіп кіріп, «Әй, ұры, ішкен құдығына түкіргенің қалай?» деп қамшымен Ғаниді балаларының көзінше сабай жөнелді. Онан қалды. Жағаласып қасындағылар теуіп ұрып жатты. Әйелі мен балаларының айқайына қарайтын олар ма? Анау сараң байдың шашпауын көтеріп жүргендер Ғанидың ұлдарын желкелеп тұрып, сүйреп алып барады. Әлі де буыны қатпаған 8-9 жастағы балалар ғой. «Әй, ұры, ұрлаған малыңның ақысын мына ұлдарың өтейтін болады», деп екі ұлды сүйреп алып барады. Бет-аузы қан жоса болған Ғанидың тұруға шамасы жоқ. Кешірім сұрап, жылаған әйелді де қамшымен арқасынан осып жіберді. Сұлқ етіп құлаған ана еңбектеген күйі олардың ізінен сүйретіліп, «Құлың болайын, балаларымды босатшы», деп жалынса да еш қайран болмады. Ол екі ұлды әрине қозы бағуға, яғни құлдыққа алып кетіп барады. Ауылдағы беделді кісіге ешкім ештеңе дей алмайды.
Бәрі соның сөзін сөйлейді. Сол заманда адамдардың надандығы болар. Милиция дегенге баруды білмейді. Білгеннің өзінде де қай жаққа, қандай қалаға баруды білмейтін сорлы ана жылаумен күндерін өткізіп жатты. Көз ашқалы мал бағып, өмір сүрген әйелді түсінуге болады. Ғанидың жағдайы күн сайын нашарлап, ана өмірге аттанбақ, ғұмырының санаулы екенін іштей біліп жатыр. Әйеліне тесіле қараған жанарымен кешірім сұрағандай, әлсіз дауыспен елден кет деген сөзді әзер бөліп айтты. Көп ұзамай Ғани өмірден озды. 6 баламен әйелі жылап қалды. Күн көру үшін Сараң байдың күңі болды. Сондағы үйге әкелетіні бір кесе күріш, бір күндік тамағы. Кейде ол да жоқ. Екілі таңнан кешке дейін қозы бағады. Әйтеуір жылы қорада жүреді. Көктемге әзер жеткен бұл жесірді ауыл тұрғындары сөзбен де, іспен де қорлап келді. Ері жоқ әйел деп, жасырын зорлықпен етегін түретіндер де бар. Арада 4 жылдан аса уақыт өтті. Қарызынан құтылған жесірдің балаларына бостандық берді. Көктемнің алғашқы айында Өзбекстанға көшіп бара жатқан жұртпен ілескен Ғанидың жесірі лашығын тастап кете барды. Кетпеске амалы жоқ. Жан-жағынан қысым көрген жесір аштыққа да шыдай алмады. Ол ештеңе емес. Тұңғышы Айжамалы 13-ке толып қалды. Қара торы ұяң қыздың сұлулығы және бар. Арасында анасы мен байдың үйін жинауға келетіні, жасы 60-тан асқан Сараң байдың бұл қызда көңілі бар. Тоқал қылып алмақшы. Бұл ойын астарлап жеңгетайлар жеткізген. Бұндай әңгімені естіген бойда есінен тана жаздаған ана еш ойланбастан көшуге бел буған еді. Иә, жесір атануға осы Сараң бай кінәлі. Әкесін өлтірген айуанға өлсе де қызын бермейді. Бірақ ол Сараң бай бермеймін дегенге көнбей, күшпен алып кететінін білетін ана алды-артына қарамай көшкені де сол еді. Ұзақ жол, әйтеуір өзі қалағандай мына ауылдан құтылды. Қайнысының қасына барса, бәрі жақсы болады деген үмітпен Өзбекстанға көшіп келді. Ұзақ жолды көтере алмаған кішкентайынан қапыда айырылған ана тағы да қара жерді құшақтап жылай берді. Кішкентайы көптен бері жөтеліп, ауырып жүрген. Шыны керек, ем-шара жасай алмады. Байғыз балаға ыстық суды ғана беруге шамасы келеді. Дәрі-дәрмек дегенді көрмегелі қашан. Ұзақ жолды көтере алмаған 5 жастағы балапанның көк жөтелі басылмай, соңы міне қайғылы жағдайға тап болды. Іштей қайғырғанымен бәрі орнына қайтып келмейтіні белгілі. Қайнысы да шамасы келгенше көмектесіп жатты. Бұл жақта елдің бәрі егіншілікпен айналысып күн көреді екен. Қайнысының шағын күн көріп отырған бау бақшасына көмектесіп, басқада бақшасы бар жандарға күріш, ұнға келіскен Ғанидың жесірі өмірлері жақсармаса да, күнделікті тамақтары жеткілікті болғанына қатты қуанды. Бұл жақта анау айтқандай қыз қатты болмайды екен. Өзге мемлекетте бірыңғай көкөністен жасалатын тағамдар, дәмі тіл үйретін кепкен жеміс жидектер. Бастапқыда бәрі таң қалып жүрді. Шыны керек, өмір бақи мал бағудан көз ашпаған еді. Той болғанда мұндай кепкен жемістерді көргені болмаса, дәмін татып көрмеген балаларда қайта-қайта жей береді. Қайнысының елден көшкендеріне 4-5 жылдай болған, әбден сіңісіп, жағдайлары оңалған. Жеке жерлер де бар, жеміске толы әжептеуір бақшасы да бар. Қазақстандағыдай мүшкіл халде өмір сүріп жатқан ешкімді көрмейсің бұл жақта. Неге десеңіздер, бұл жақтың жері сондай құнарлы болғандықтан, бау-бақша ексең құлпырып шыға келеді. Мал баққаннан бау-бақша екеннің әлде қайда тиімді екен. 3 ай бойы еңбектенген Ғанидың жесірі күзде біраз өнімге қарық болды. Алғаш рет артық азықтары бар. Қайнысы мен келіні сондай жақсы жандар. Келген бойда шағын 2 бөлмелі сарайларын берген еді. Енді міне шағын жер сатып әперді. Келесі көктемде өз бау бақшасы болмақ. Бұндай қуанышқа қуанған Ғанидың жесірі еріксіз жылап, келін мен қайнысына алғысын жаудырумен болды. Қыс айы басталды.
Ана жылғы қыста қиналғандай, бұл қыста еш қиналмай, күз бойы жасалған түрлі тосаптар, жинаған азықтарымен өмір сүрді. Тағда көктем келіп, қуаныштан бал бушайнаған Ғанидың жесірі балалармен өз бақшасын гүлдендірді. Шырайлы жерді әперген қайнысына күні-түні іштей алғысын айтуда. Сол бір қайным болмағанда, қазір Қазақстанда аштан өлетін едім, деп кейде ешкімге көрсетпей көз жасын сығып алады. Қайнысы шынымен де өте мейірімді жан еді. Ет алса да жартысын осы үйге әкелетін. Ағасының балаларын өз балаларынан кем қылмай өсірді. Ағасының жаназасына келе алмағаны үшін қатты өкінеді екен. Ағасы қайтыс болғанда інісіне хабар бере алмады. Хабар беретіндей ол кезде телефон мүлде жоқ. Хат жазуға жеңгесінің сауаты жоқ. Өзбекстанға келгелі жағдайлары жақсарып келеді. Әрине, еңбектің арқасында әрі көмегін көрсетіп жүрген қайнысы мен келіні болмаса, бұл жақтағы күні қалай боларын елестете алмайды. Өз бақшасын күзге дейін күткен Ғанидың жесірі еңбегінің нәтижесін молынан көріп, артылғанын сатып, тағы да қуанышқа кенелді. Балалары да мектепке алғаш рет барды. Қазақстанда жүргенде ешқандай білім алмаған еді. Өйткені кішкентай малша ауылда тұрған. Мектеп деген ауылдан 7 сағаттық жер, интернат деген бар болса да, балаларын оқуға беруге мүлдем жағдайлары болмаған. Сол себепті аштықта жүрген ауыл адамдары білім алуға еш ойланбады. 13-ке толған үлкені Айжамалды оқуға қабылдамады. Одан кейінгілерді қабылдап, олардың қуанышында шек жоқ. Екі үйдің балалары бір-бірімен бауырмал болды. Қайнысының үлкені ұл бала, Айжамалдан 4 жас кіші. Десе де, дене бітімі Айжамалмен құрдас сияқты, бойы ұзын, сүйкімді өзі. Жастайынан әкесінің қолғанаты болған Ерсін тез өсіп кеткендей. Алғаш осы елге келгенде Ерсінді өзінің құрдасы деп ойлағаны рас. Сөйлесе келе, өзінен 4 жасқа кіші екенін біліп, күліп алған. Екі үйдің балалары күні бойы бірге ойнап, бірге жұмыс жасайтын. Бәрінен де Айжамал мен Ерсін бір-біріне өте жақын. Апалы інілі болса да, жақын достар секілді. Екеуі бір-біріне барлық сырларын айтып жүрді. Бәрі де балалықтан басталған екі туыс, бір-біріне ғашық болғандарын әлі де білмейді. Екеуі үнемі бір-бірін іздеп, көріспей қалса жандары құлазып, жабырқайтын болған. Арада 4 жыл зымырап өте шықты. Бұл уақыттың ішінде Айжамалдың отбасы өз үйлерін салып, анасы қалаға көкөністерін сатуға кетеді. Әрине, қайнысының арқасында. Қайнысының жүк көлігімен келіні өзі үшеулеп жүріп, қалаға бақша өнімдерін сатуға кетеді. Екі үйдің балаларына бас көз болып қалатын Айжамал мен Ерсін. Айжамал 17-ге толса, Ерсін 13-ке толды. Қыздың көркі анасы сияқты қара торының сұлуы, қыпша белі, сұлу мүсіні көрші өзбек жігіттерінің назарында. Ерсін болса, ол жігіттерден қызғанып, Айжамалды сыртқа шығарғысы келмейтін. Сол үшін де екеуі жиі ұрсып қалады. Артынан қайта достасып, көңілдері орнына түсетін. Ерсін бала кезден жұмыс жасағандықтан ерте есейген бозбала. Екі туыс үнемі бірге болғандықтан бастапқыда қолдарымен қол ұстасқанда екеуі де ерекше сезімде жүрді. Кейіннен ойнап жүріп құшақтайтын Ерсіннің қылығы Айжамалға қатты ұнайтын еді. Екеуі де ессіз ғашық. Мойындағысы келмесе де, сезім деген көздерін байлап тастағандай. Көздерін жұмса да, ашса да, бір-бірінің бейнесін көретін. Бұл қылығына Айжамал басында ұялып, Ерсіннен өзін аулақ ұстамақ болып, көрші өзбек бала Жасунмен сөйлесіп жүрді. Бірақ Ерсінге қараған көз қараспен Жасунға қарай алмады. Тіпті ол жігіттің қолынан ұстағанына денесі тітіркенетін, амалсыз сөйлесіп жүрген. Ерсін болса қызғанып, Айжамалмен ұрсып, неше күн бойы Айжамалдың бетіне қарамай, тамақ ішуден бас тартып жүрді. Ерсіннің бұл қылығына Айжамал іштей қапалы. Ерсіннің күндегі қылығы, бірге жүріп, жұмыс жасайтыны, еркелетіп ойнайтыны бәрі артта қалды. Жасунмен сөйлесіп жүрсе де, өзін жалғыз сезінген Айжамал Ерсінге өзі барды. Дәл сол уақыттары Айжамалдың анасы мен аға жеңгесі жүк көлігімен алыс қалаларға 2-3 күнге кеткен. Балалардың бір үйде болуларын қатаң тапсырып кеткен еді.
Айжамал бауырларымен ерсінің үйіне қонды. Сол 2 күннің ішінде ерсін Айжамалға ренжіп, тамақ ішпей, қарамай жүрді. Ерсіннің бұл қылығына шыдамай, Айжамал өзі кешірім сұрап, ерсінді қалай құшақтап алғанын білмей қалды. Түн болатын. Балалардың бәрі ұйқыға кеткен. Айжамал барлық жұмысын бітіріп, ерсінді тамақ ішуге келеді деп күтті. Бірақ жігіт бөлмесінде теріс қарап жатып алған. Бауырлары теледидар көріп, сол бөлмеде ұйықтап жатты. Ерсін басқа бөлмеде жалғыз жатқан еді. Жігіттің бұл қылығына шыдамай, қасына барған қыз құшақтап кешірім сұрағаны сол еді. Ерсін Айжамалды қатты қапсыра құшақтап алып, ерініне жабыса кетті. Бұлай жасауға болмайтынын білетін қыз ерсіннің құшағынан босап шыққысы келген. Бірақ жігіттің жасағандары ұнап бара жатыр. Тәтті сезіммен құштарлықтан бас тарта алмады. Сол түні 2 туыс құштарлықпен ең үлкен күнә жасағандарына бас қатырмады. Төсек қатынасына түскен екеуі өзгеше әлемде жүргендей, өздерін сондай бақытты санады. Жасун қарапайым өзбек отбасынан шыққан бала. Бар жазығы Айжамалды сүйгені. Жасунның отбасы бұл тойға біраздан бері қарсы еді. Ұлына қазақ емес, өзбектің қызын алуды қанша айтса да, қазақтың қара торы қызына ессіз ғашық болған өзбек жігіті әке-шешесінің тілін алмады. Біраз уақыт келіспей жүрген әке-шешесін Жасун тамырын кесіп қорқытқан еді. Негізі Айжамал Жасунға: «Кешірші, енді сенімен сөйлескім келмейді. Сені жақсы көре алмайды екенмін. Қанша тырыссам да болар емес. Қош бол», деп Жасунмен енді байланыспайтын айтқан еді. Өйткені бар жүрегі өз туысы ерсінді ғана қалап, сонымен төсектес болып жүрген кезі. Аз уақыт сөйлесе де, бұрыннан ұнататын Жасун сол үшін де тамырын кесіп өлмекші болды. Қорыққан әке-шеше амалсыз Ғанидың жесіріне келіп, қызына құда түсті. Ерсіннің істегені бәрінің құлағына жеткен еді. Айжамалдың амалсыз Жасунмен отбасы құруына мәжбүр. Анасы: «Егер Жасунмен отбасы болмайды екенсің, өз қолыммен сен қызды өлтіріп тынамын. Сендей жүзі қараны енді көргім келмейді», деп әбден ұрысқан. Әрине, бұл жағдай оңай емес. Көшіп келгелі барлық жағдайын жасаған қайнысы мен келіне қарайтын беті жоқ. Осы бір жағдай 2 туыстың арасын алыстатып жібергені қиынға соғып, бірге бастаған кәсіптері де тоқтатылды. Қызының жасаған күнәсі барлығына кесірі тиді. Ішінен шыққан баласын ұрып, ұрысқаннан басқа байғұс ана не істей алады? Жасунның әке-шешесі құда түсіп келгенде қатты қуанған. Сонан Айжамалға болған оқиғаны ешқашан ешкімге айтпауын шегелеп тұрып тапсырды. Той күні жақындап келеді. Айжамалға ара-тұра Жасун келіп тұрады. Ешқандай эмоциясы жоқ қыз амалсыз анасынан қорқасын шығып кездесіп жүрді. Белгіленген күні тойда болды. Ерсін іштей қатты жақсы көрсе де, үнсіз бақыт тілеп, үйіне мүлде шықпайтын болған. Әкесі қатаң жаза қолданған еді. Табалдырғын аттаған Айжамалды күйеуі қанша жақсы көрсе де, бұл қыздың жүрегі тас сияқты қатып қалған. Пәк емес болып, абыройы болмаса да, Жасун мүлде сұрамады. Айжамалдың абыройын сақтап әлек. Айжамалға бәрібір бұл үйден кеткісі келеді. Жүрегімен бар ойы, бауыры ерсіндеп соғуда. Жасун күні бойы сыртқа жұмысқа кетеді. Үйде енесі екеуі қалатын. Енесі бұл қызға күн бермейтін болды. Ұлы келсе, ештеңе болмағандай. Осылай күндері өтіп жатты. Арада жыл өтті. Енді аяға ауырлаған Айжамал тағдырына көнгендей ерсінді ойлауды қойған. Бар баласын аман-есен қолға алу болған еді. Алайда бұл болмады. Ерсін күйзеліске түскен еді. Үнемі тұйықталып, ешкіммен араласпай жүрді. Бірде сыныптастары отырысқа күштеп әкелген. Жігіттер болып, тығылып сыра ішті. Сыраны алғаш рет асыра ішіп, есінен танғанша ішкен Ерсін өз құпиясын сыныптас жігіттердің алдында айтып салды. Бір күні болмасын, шындық айтылатыны ақиқат еді. Міне, сол ақиқат ашылғалы, Айжамалдың өмірі қор болумен өтіп жатты. Құрсағына біткен сәбиінен айырылуына да осы сөз себеп болды. Бұл әңгіме ауылға желдей есіп таралып кетті.
Жасуын естігенде өзін ұстай алмай Айжамалды тепкінің астына алды. Одан кейінгісі белгілі. Соққы жеген келінін енесі үйден қуып шықты. Айжамал мен ерсінің отбасы ауыл ішінде жүре алмай Қазақстанға көшуге мәжбүр болды. Бірақ ерсінің отбасы Шымкентке көшіп келсе, Айжамалдың отбасы Алматының ауылдарына көшіп барды. Бар жиған тергенін сатып, 2 бөлмелі ескі сарайды сатып алды. Қазақстанда көшіп келгендеріне де біраз болды. Үнемі бәріне кінәлі сен деп ұрыс шығаратын анасының сөздеріне шыдамаған Айжамал өз күнімді сендерсіз-ақ көремін деп Алматыға жол тартты. Қызының кесірінен жалғыз туыстарынан араласпайтын анасы Айжамалға кетпе демеді. Жалғыз өзі ашумен үлкен қалаға аяқ басып, біраз күндерін вокзалда түнеумен өмір сүрген қызды вокзалдағы еден жуатын апа байқап, өз үйіне тұруға шақырды. Жас қыз ол кезде 18 жаста болса да, тұрмыс құрғанын ешкімге айтпай жүрді. Өзінің жетім екенін ғана айтатын. Еден жуатын апаның арқасында салонға жұмысқа тұрды. Ол апаның қызы салонда шаш қиятын. Бірте-бірте ол жерге үйреніскен Айжамал шаш қиюды да үйреніп алды. Ақшасы көбейген кезде жұмыстағы қыздармен бір пәтерде тұра бастады. Ізінен ерген біршама жігіттер болды. Бірақ ол жігіттерден ерсінге ұқсайтын қылықтарды іздейтін. 2-3 апта сөйлесіп, ол жігіттерді тастап кететін. Арада бірнеше жыл өтіп, Айжамал өзіне пәтер алып, жалғыз тұрып жатты. Іштей ерсінді сағынады, іздейді. Кездесіп қалсақ екен деп тілейтін. Ол кездері әлі де телефон, интернет деген жоқ еді. Жасы 25-ке толса да, әлі де 18 жастағы қыздай киініп, бойына жарасымды етіп, жарқырап жүретін Айжамалға талай жігіттер сөз салды. Бірде әріптестермен қыдыруға шағын кафеге барды. Ерсін жұмыс жасауға Алматыға алғаш келіп, таныстарымен көшеге қыдырып шыққан. Мына бір кездейсоқ қыдыру екеуін қайта жолықтырды. Айжамал отырған кафеге Ерсін достарымен шашлық жеуге кірген еді. Көзі Айжамалға түсіп, өз көзіне сене алар емес. Сұлулығына сөз жоқ, туысын енді ұмыттым деген Ерсіннің сезімі қайта оянды. Айжамал, қалайсың? Деген таныс дауыстан селт еткен қыз Ерсінді көріп таңырқап қалды. Ерсін деген сөзді бөліп айтқан Айжамал қатты қобалжып орнынан тұрып, әріптестеріне тез кету керектігін айтып, асыға шығып барады. Ізінен Ерсінде жүгіре жөнелді. Сыртқа шыққан Айжамал Ерсінге ашулы: «Тоқташы жаным, сені әлі де сүйемін» деген Ерсінге басын бұрып қарады. «Сен неге мені осы күнге дейін іздемедің?» деп ренішін айтқан қызға ештеңе деместен Ерсін құшақтап алды. Қанша жыл күткен ғашығының ыстық құшағы сол баяғыдай. Өзін бақытты санаған екі туыс Алматы түнін аралап, төсекте қайта табысты. Сол күннен бастап Айжамал мен Ерсін ешкімге айтпай, заңды түрде некелерін қиып, ерлі зайыпты болып тұрып жатты. Ұлдарының хат хабарсыз кеткеніне уайымдаған әке шешесі Алматыға келіп, милиция бөлімшелері арқылы Ерсінді, яғни тұрып жатқан мекенжайды тауып алды. Кешке қарай екі ғашық қол ұстасып, подъезд алдына шыққаны сол еді. Ерсіннің әкесімен бауыры алдынан шыға келді. Айжамалды көрген бойда бар ашуын алған әкесіне қарсы шыққан Ерсінге бұлай өмір сүруге болмайтын айтса да тыңдамады. Қатты ызаланған әке сол жерде теріс бата берді. Ерсін Айжамалды құшақтап: «Ертең бәрі ұмытылады, біз бәрібір бақытты боламыз» деп жұбатуда. Айжамал 6 жылдың ішінде 7 рет құрсақ көтеріп түсіп қалатын. Соңғы көтергені түсіп, 9 айда мен өмірге келіппін, бірақ менің аяқтарым жетілмей қалған, мүгедек болып туылдым. Бұл әрине әкем мен анамның туыс болуының кесірі. 10 жылдан соң әкем жүрек талмасынан өмірден өтті. Анам әлі күнге дейін менің барлық жағдайымды жасайды. Анам мен әкемнің махаббаттары берік болғаны соншалық, бірде-бір рет ұрысқандарын көрмеппін. Арасында туыстарын сағынып жабырқайтындары бар, бірақ бір-бірін еш уақытта ренжітпеді. Тек ажал ғана екеуін айырды. Ұлының қазасына
атам мен нағашы әжем келді. Маған тек аянышты көзбен қарап, анама да, маған да ештеңе демеді. Бұл жағдайды кейіннен анам үтір нүктесіне дейін айтып берді. Менің осылай өмірге келгеніме анамның жүрегі ауыратынын білемін. Менің тағдырым осылай болғанына да. Бастысы, мен ауру болсам да, бақытты отбасында өстім. Анам барлық жағдайымды жасайды. Сол үшін де әкем мен анамның махаббаттары жүрегіме қатты батты. Алатындай ештеңе болмаса да, әкем мен анамның махаббаттарын баяндағым келді. Артық кетсем, кешірім сұраймын, деп кейіпкер әңгімесін аяқтады. Әңгіменің соңы.